Сәлем достар, бүгін мен көрермендерімнің сұрауы бойынша «Дружеское соперничество» деген құпияға толы әр сериясында адамды ойландыратын дораманың жалғасына қысқаша шолу жасаймын. Сіздерде осы дорамамен қысқаша танысу үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. 8-ші серия. Сылги Джиидан не себепті біз жайлы мәлімет жинадың деп сұрайды. Джии әкесіне қатысты сот мәселесін білетінін, осы мәліметтердің әкесінде болғанын айтады. Кейін қыздарға седация деген демалдыратын процедура жасайды. Олар ұйықтап, Джии оянғанда бір қыздың Сылгидан бір затты алып жатқанын көреді. Кейін ол оның ери екенін біледі. Кешке мектепте фестиваль болып жатады. Bir қыз Ара деген қыздан дәрілерді алып, барлығын бір уақытта ішке салады да, содан кейін басы айналып әзер жүреді. Джии сол Ара деген қызға Ериді анды деп бұйрық береді. Ерида Сылгидің әкесінің телефоны бар екен. Оны Ара біліп қойып Джииға айтады. Джии оған телефонды алып кел дейді. Ериға әлгі телефонды алсын деп Джиидің әкесі айтқан екен. Екеуі кездесіп, ол оған телефонды бүгін кешке маған әкеліп бер дейді. Оларды Ара суретке түсіріп алады да Джииға жібереді. Сол кезде Сылги телефонының жоқ екенін байқайды. Джии Еридің телефонды қойған жеріне барып, оны тауып алады. Ол телефонды бірден аша салады. Телефонның құпия саны Сылгидің жоғалған күнімен бірдей екен. Ол сол телефондағы видеодан Юджина мен Сылгидің әкесінің бірге болғанын көреді. Сылги телефонын іздеп жатқанда Джиидің әкесі мен Ери оған телефонның жоқ екенін біліп, телефонын табуға көмектесуге келеді. Дәрілерді қабылдаған қыз Джиидің әкесіне келіп, Дженаны Джиидің әпкесін көргенін айтады. Демек, ол лабораторияда көрген адам Джена екен. Бірақ оған ешкім мән бермейді. Тіпті Ери оны итеріп жібереді. Сосын ол қыз пышақ алып Ериға сен неге мені менсінбейсің деп барлығына айқайлап шу шығарады. Джии типография кабинетінде тұрғанда оған біреу келеді. Әлгі қыз болса пышақпен Сылгидің қолын жарақаттайды. Сол кезде барлығы шулап жан-жаққа қашып кетеді. Джииға келген адам әпкесі Джена екен. Сол жерден 8-ші серия аяқталады. 9-ші серия. Джена кішкентай кезінде жауапты біліп тұрса да сіңлісінің қолынан ұрмау үшін өтірік қателескен екен. Олардың әке-шешесі сол кезде ажырасқалы жүріпті. Джена болса әке-шешесі өзін тастап кетпес үшін ақылды қыз болып Джииға қамқор болған екен. Өз кесін ол өзіні сіңлісіне керек емес екенін түсінгенде, ол өзін отбасы аяу үшін емделмейтін аурумен ауырып қалуын тілепті. Солай ол нарколепсия мен ұйқысы бұзылғаннан шаршағаннан пайда болатын аурумен ауырып, ауруханаға түседі. Әкесі сонда да оған оқуынды жақсы оқып, Джиидан асып түсетініне сенетінін айта беріпті. Сосын ол мектепте емтиханның дайын жауаптарын андумен болады. Күнде емтиханға дайындалып, дәрілерді үзбей ішіп отырған екен. Бір күні түн ішінде мектепке барып, типографияның кілтін бұзып, емтихан сұрақтарының жауабын алайын деп жатқанда, Сылгидің әкесі келіп қалады. Джена оны әкесіне айтып қояды деп қорқып, оған айтпауын айтып, жалынып өз тәнін берген екен. Оның барлығын әкесі де көріп тұрыпты. Кейін оның Джииға келген жерін көрсетеді. Ол оған әкесінің мұғалімді өлтіргенін сен де біледі екенсің ғой дейді. Сосын екеуі сол мұғалімнің телефонына таласып, телефон жерге түсіп кетеді. Джии келіп сол телефонды тауып алады. Джена болса мектептен қашып кетеді. Сылги жараланғаннан кейін фестиваль тоқтатылады. Джиидің әкесі Сылгиді ауруханаға алып келіпті. Ол оның жарасын тігіп жатқанда Джии келіп қалады. Сынып жетекшілері Ким Бомсумен болған жағдайдан кейін барлығының сөмкесін, шкафтарын тексере бастайды. Тек Сылги мен Джиидің ғана шкафтары ашылмай қалады. Чхвегён Сылгиді жаралаған пышақты алып полицияға тапсырғысы келген екен. Оны анасы біліп қалып пышақты алып қояды. Бірақ бәрібірде сол жағдайда біреу видеоға түсіріп алып таратып жіберіпті. Сылги есін жиып сол видеоны қарап тұрғанда оған Джии келіп қал жағдайын сұрап далаға алып шығады. Сылги оған әкесінің телефонын жоғалтып алғанын айтып, Джиидан әкесі жайлы сұрайды. Джии болса оны жақсы адам болды деп айта алмас едім.
саған жақсы емес пе, өлгеніне қатты өкінбейтін боласың дегенде Сылги оған ренжіп қалады. Ол ауруханаға кіргісі келіп еді, есіктерді аша алмайды. Сосын ол Таекённың бір өлікті шығартып жатқанын көріп қалады. Ол ауруханаға кіргенде де басқа өлі денені көріп шошып кетеді. Сол кезде артынан біреу келіп қалады. Солай 9-шы серия аяқталады. 10-шы серия. Джей үйіне келе жатқанда соңынан біреу аңдып электрошокермен құлатып тастайды. Ол Джена екен. Сылгидің әкесінің телефонын сұрауға келіпті. Әкелері Дженаның мұғаліммен болған ара қатынасын біліп қалып мұғалімді өлтірген екен. Джена соны Сылги мен өгей анасының да білгенін қалайды екен. Сылги өлі денені көріп қалғанда артынан келіп қалған адам Таекён екен. Ол Сылгиға өлі денелердің ешкімге керегі жоқ, танылмаған денелер екенін айтады. Ол оларды алып өзім хирургия жағынан көбірек сынап көреді екен. Сылги болса қорқып кетіп қалады. Фестивальда болған жағдайдан кейін мектепке детектив келеді. Детектив барлығынан жауап алып жатқанда Сылги да мектепке келеді. Директор оны және Ким Бонсуды шақырып алып ата-аналарымен бірге болған жағдайды өзара шешкісі келеді. Сол кезде Бонсу фестивальда оған дәрілерді берген Сылги деп өтірік айтады. Сылги болса ешқандай дәрілерді бермегенін айтқанда оған өгей анасынан басқа ешкім сенбейді. Солай директордан бастап барлығы бар кінәні Сылгиға итере салғылары келеді. Тіпті детектив та келіп Сылгиді есірткі сатты деп күдіктенетінін айтады. Сылги оларға есірткіні сатқан Юджи екенін айтып қояды. Мектепке Джидің әкесі де келіп директорға өзі барлығын реттейтінін айтады. Джи болса Сылгиға ренжімей, сен барлығын дұрыс істедің дейді. Сол кезде Сылгиді мазалап жүрген жігіт келіп оны алып кетеді. Оған екеуіміз бірігіп есірткі дәрілерді сатайық дейді. Сосын алдында дәріні сатып алған адамнан тағы да дәрілерді сұрат дейді. Джей әкесіне келіп Сылгиға барлығын жаппауын өтінеді. Әкесі оған Сылгидің дәрілерді іздеп жүрген видеосын көрсеткенде Джей мұғалімді өлтірген ол екенін білетінін айтады. Келесі күні Сылги дәрілерді алуға біреумен келіседі. Ол Джей мен сыбайлас болып жүрген Ара екен. Ол Сылгиді дәрі алып жатқан жерінен полицияға ұстап бергісі келіпті. Джей оны біліп қалып Сылгидің соңынан кетеді. Сылги оның соңынан әлгі жігіт белгіленген жерге келгенде Джей мекенжайды өзгертіп жаза қояды. Ол неге екені белгісіз Дженаны алдап телефонды беретінін айтып, сол есірткі тұрған ұяшыққа жібереді. Джена дәрілерді көріп қашып бара жатқанда оны біреулер ұстап алып кетеді. Ал Сылгиді Джей ұстап алып екеуі полициядан қашып кетеді. Дженаны алып кеткен әкесі екен. Оның барлығын әлгі жігіт те көріп тұрады. Солай 10-шы серия аяқталады. 11-ші серия. Таекён кішкентай кезінен әр нәрсенің ішін ақтарып тексерген ұнатқан екен. Және Джей да тура сол әкесі секілді болыпты. Таекён оны байқап екеуінің ерекше екеніне сеніпті. Алдыңғы серияда Джей Сылгиді алып кеткеннен кейін Сылги өзінің ұсталынып қала жаздағаны жайлы біледі. Сосын екеуі Дженаны іздеп таба алмайды. Джей оған қоңырау шалып оның телефонын үйінен тауып алады. Бірақ әкесінен ештеңені сұрай алмайды. Келесі күні олар мектепте есірткінің зияны туралы дәріс тыңдап отырғанда детектив келіп, кешегі Дженаның түсіп қалған видеосын көрсетіп, біреу есірткі сатпақшы болыпты, кім не біледі деп сұрайды. Джей шығып оның Джена екенін айтады. Ол Дженаның әкесінің ауруханасынан дәрілерді ұрлағанын көргенін айтып, Дженаға есірткі сатты деп жала жабады. Солай ол әкесінен бірінші болып полиция тапқанын қалаған екен. Сосын екеуі Дженаның фестиваль күні мектепте болған видеосын тауып, оның Таекёнмен сөйлескенін көріп қалады. Кешке екеуі Кёнды аңдып жүргенде оның бір автобусқа мінгенін көреді. Сылги үйіне келе жатқанда Кёнды үйі жағынан кездестіріп қалады. Джей да сол жерге келеді. Олар Кённан Джена мен фестиваль күні не
не жайлы сөйлескендерін біліп алғылары келеді. Бірақ ол ештеңені айтпай қояды. Сол күні Джена одан Сильги жайлы сұраған екен. Сол кезде біреу Джейға қоңырау шалып Дженаның қайда екенін білетінін айтады. Ол оған бір көңіл көтеретін жердің мекен-жайын жіберіп, соған есірткі алып келуін сұрайды. Онымен бірге ол жерге Сильги мен Шхегён да келеді. Олар әлгі жігіт сұратқан дәріні дәретханаға қойып, өздері соны кім алады деп аңдумен болады. Бір кезде бір жігіт келіп, олар соны аңдып жүргенде Джейға Сильгидің таныс жігіті келеді. Ал дәретханада дәрілерді алып жатқан Ери екен. Екеуінің бір-біріне не қатысы бар, келесі серияда көреміз. 12-ші серия. Олар Еридан жауап алып жатады. Ол Таекёнмен сыбайлас болғанын, сол себепті ол қыздарды аңдығанын айтады. Оның барлығын ақша үшін істеп жүр екен. Кейін Сильгидің танысы келіп, Дженаны бір жедел жәрдем алып кеткенін айтады. Сол кезде Джейға детектив қоңырау шалып, Дженаны өлу күйінде бір ауруханадан тапқанын айтады. Сосын ол Дженаның денесін көруге барады. Нақты сол ма, сол емес пе, түсініксіз. Беті барлығы ісіп кеткен екен. Әкесі ол өзіне қол жұмсаған деп айтады. Сильгидің таныс жігіті Дженаның палатасын тауып алып, өзінің есірткі сатуға керек құжаттарын тауып алады. Яғни бір қыз оларды Дженаға сатқан екен. Мектепте мұғалім Шхегёнға сен де дәрігер бола аласың. Джейн мен Сильги тергеуде жүр, сол себепті барынды салып тыныш жүрсен, сен бірінші орынға да шыға аласың дейді. Соны естіп Шхегён 2 жыл бұрын Сильгидің әкесі мен Дженаның бірге болғанын көріп қалған видеосын іздестіре бастайды. Ол оларды өшіргісі келгенде артынан Ери келіп қалады. Ол Шхегённың түсіп қалған видеоларын көріп өшіріп тастайды. Джей түсінде әпкесін өлтіріп алғанын көреді. Солай шошып оянғанда оған Сильги келеді. Ол Сильгиға әкесі мен Дженаның заттарын көрсетеді. Сильги солай әкесінің оқушылармен көңіл қосқанын біледі. Сосын ол Джейдан әкесінің телефонын сұрап, үйін ақтара бастайды. Ол Сильгиді тыныштандырып, мен осы уақытқа дейін әпкем мені өлтіргісі келеді деп ойлағанмын, бірақ түсімде барлығы керісінше болды дейді. Сөйтіп ол әпкесінің өліп қалғанына өкініп жүр екен. Сильги оған сенің кінәң жоқ деп басу сөз айтады. Сильги Дженаның денесін көргенде аяғындағы шырамды танып қалған екен. Ондай шырам оның бұрынғы сыныптасы Суджин деген қызда болыпты. Сосын ол сол қызды іздеп наркодиспансерға келеді. Онда бір қыз Суджинді таниды екен. Ол да онда шырамның болғанын байқағандығын айтады. Оның жағдайы жақсарғаннан кейін диспансердан шығып кетіпті. Ери мен Шхегён алдында Дженаның тастап кеткен хаты мен бір кілтті тауып алады. Сильги Суджинді іздеп бір бөлмеге келеді. Онда оның бір ай бұрын өліп қалғаны белгілі болады. Ери мен Шхегён да тауып алған кілт сол отельдің бір бөлмесінің кілті екен. Ол Дженаның бөлмесі болып шығады. Олар онда бір блокнотты тауып алады. Солай 12-ші серия аяқталады. Келесі жолы қалған соңғы серияларын мазмұндап беремін. Әзірге қош сау болыңыздар. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер.